Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар менің көрермендерім? Мына холодильникті сізге обзор жасаймын. Яғни бұл LG холодильник, жалпақ, былай айтқанда. Бұны поподробнее түсіндіретін болсақ, мынау бізде холодильник режимі 422 литр, морозильник режимі 174 литр болып есептеледі. Бұл жерде тоқты максимально эффективный тоқты жемейді деген А++, яғни аз жейді тоқты. Жылына 363 киловатт жейді. Ол деген енді жалпы аз. Так, мына жерде битті сенсор бұның. Қазір сөніп тұр холодильник. Бұл битінде сенсор. Бұл жерде мынау деген несі? Лок деген, яғни кілттеп тастайтын режимі, балдардың шықпау үшін. Сосын мына жерде неге қоямыз? Градусына қоямыз. Осы жерде сондай жобасы. Бұл жерде смарт инвертор. Инвертор дегеніміз яғни компрессоры, моторы. Енді мына ішінде міне жаңа айтқандай өте үлкен. Бұл no frost. No frost дегеніміз яғни қар жоқ деген мағына. No frost деген сізге яғни ештеңе көрінбейді. Сізге қар көрінбейді. Бірақ шындығына келетін болсақ, қар оның ар жағында тұрады. Мына пластмастың ар жағында салқындайтын испаритель болады. Сол испарительде қар жиналады. 6 сағат сайын қар жиналады. 6 сағат сайын оны ертіп тұратын ішінде арнайы тын болады. Сол себепті бұл сізге қар көрінбейді. No frost деген сол. Сосын бұның ішінде вентилятор болады. Вентилятор тұрады. Вентилятор сол салқынды өзінің сол мына қазіргі режим, мына морозильный режимінде тұрады. Үрет бір жағынан, екінші холодильнигіне де үрет. Яғни холодильник режиміне де үрет. Мына кішкентай тесіктер арқылы. Мына жанында да кішкентай тесіктер бар. Сол арқылы үрет. Жаңа айтқандай, мына холодильник режимі 174 литр. Бұл дегеніміз өте үлкен. Яғни бұл жерде 80 сантиметр ішкі ені, бұлай глубинасы жобамен 50-дей бар. Ал биіктігі жобамен метрдей. Несі. Сонда бізде получается 174 литр болып тұр. Бұл бізде LG, міне өзінің несі бар, кішкентай паспорты болады. Содан қарап алсаңыз болады. Модель, мысалы GRM82HEHM деген модель. Бұл енді баяғы ескі модельдер, бірақ дегенмен өте жақсы өзін көрсеткен модельдердің бірі. Так, енді артқы жағына келетін болсақ, мына жерде инвертор мотор тұр. Инвертор дегеніміз, яғни тоқты аз жейді. Сосын бұл өзінің керегін береді, яғни іші қатты салқын болса, өзі аз жасайды деген сияқты. Оның конденсатор дегеніміз мынау. Конденсатор бұл ысытын нәрсе. Бұрында советский холодильниктерде артында тұратын еді. Бұларда қазір иномарочный холодильниктерде мынандай қалып астына салады. Оның қасына мынандай вентилятор қояды. Яғни бұл ысыған кезде бұны охлаждать ету керек, яғни суыту керек. Мына компрессор де бар, мына ысылығы бар, екеуіне салқындатып тұру керек. Бұл жерде артына кейбіреулер су қайда кетеді дейді. Су мына труба арқылы осы өзінің пластмасс емкісіне ағады. Пластмасс емкісіне аққаннан кейін бұл мына ыстық трубалармен, мотордан шыққан ыстық трубалармен бу болып, яғни испарять етіп кетеді, жоқ болып кетеді, бу болып ұшып кетеді. Бұл жерде басқа ештеңе жоқ. Так, осы подача, мынау обратка, мынадан обратно қайтып келеді. Мынау фильтріміз біздің, мынау капиллярный труба. Мынау вентилятор, мынау сливной пластмасс трубкасы, мынау конденсатор, мынау пластмасс емкіс, сутка. Басқа дым жоқ. Сосын үстінде мына жерде платасы бар. Мына жерде платасы тұрады, енді оны ашып көрсетпей қойын. Жалпы плата деген бұның бәрі управлять ететін миы. Болды осы обзор. Жалпы егерде осындай холодильник қарасаңдар, жалпы бір кішкене информация болсын деп түсіріп жатырмын обзор. Басқа да холодильниктерді, қандай холодильниктерді түсіруді
сұрасаңыз соны түсіруге тырысам. Солай. Егер де жазылып каналға тіркеліп отырсаңдар, видео шыққан сайын көріп отырасыздар, Алла қаласа.